Қайырлы күн достар. Бүгін баклажан, қызанақ, пияз, болгар бұрышын қосып, қыста сақтауға болатын салат дайындайтын боламыз. Салат 4-4 деп аталады. Себебі баклажан, қызанақ, пияз, болгар бұрышының әрқайсысынан 4-ден қосылады. Әуелі кастрөлге өсімдік майын, 1 ас қасық қант ұнтағын, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық уксус қосамыз. Содан соң кубик тәрізді турап алған баклажанды, оның үстінен туралған пиязды, болгар бұрышын салып араластырып аламыз. Одан кейін қызанақты қосамыз. Кастрөлдің қақпағын жауып 20 минуттай қойып қоямыз. Содан соң қазанға салып араластырып, қақпағын жауып баяу отта 45-50 минуттай қайнатамыз. Дайын болған салатты стерилденген банкаларға құйып, қақпағын жауып, салқын жерде сақтаймыз. Міне достар, дәмді, қыста сақтауға болатын баклажанды салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.